Біз бір нәрсені өте ерте үйреніп аламыз. Ол салыстыру. Өзімізді емес, біреуді көруді үйренеміз. Өз жолымызды емес, өзгенің нәтижесін бағалауды үйренеміз. Көршінің баласы, таныстың табысы, әлеуметтік желідегі тамаша өмір. Осының бәріне қарап отырып, біз бір маңызды нәрсені байқамай қаламыз. Өз жолымыздан шығып кеткенімізді. Салыстыру бастапқыда зиянсыз сияқты көрінеді. Тіпті мотивация беретіндей әсер қалдырады. Бірақ біраз уақыт өткен соң, оның әсері өзгере бастайды. Салыстыру сенің уақытыңды жейді, сеніміңді азайтады, бағытыңды бұзады. Сен өзіңе емес, біреудің өміріне қарап шешім қабылдай бастайсың. Ал бұл ең қауіпті сәт. Теодор Рузвельт бекер айтпаған: салыстыру қуаныштың ұрысы. Бұл сөздің себебі бар. Салыстыра бастаған кезде сен өзіңге барды көрмей қаласың. Өзіңнің процесіңді бағаламайсың. Кек біреудің соңғы нәтижесіне қарайсың. Ал ол нәтижеге дейінгі жолды сен көрмейсің. Әлеуметтік желіде біз шын өмірді көрмейміз. Біз монтажды көреміз. Онда 10 жылдық еңбек 10 секундқа сыйып кетеді. Бір түнгі ұйқысыздық бір сториске айналады. Ал сәтсіздік мүлде көрсетілмейді. Психологтардың айтуынша, біз өзіміздің ішкі шындығымызды біреудің сыртқы витринасымен салыстырамыз. Бұл салыстыру әділетсіз. Бұрын біз өзімізді 5-10 адаммен ғана салыстыратынбыз. Қазір жағдай өзгерді. Біз өзімізді бүкіл интернетпен салыстырамыз. Бұл салыстыру енді адамдардан келмейді. Ол экраннан келеді. Әлеуметтік желілер бізге жай ғана контент көрсетпейді. Алгоритм сенің қай жерде күмәнданатыныңды, қай жерде әлсіз екеніңді байқайды да, дәл соны қайта-қайта алдына шығарады. Сол кезде сенде бір сезім пайда болады. Мен үлгермей жатқандаймын. Бірақ шын мәнінде басқалар да дәл солай ойлап жүр. Сыртынан қарағанда бәрі жетіп жатқандай көрінеді. Ал шындықта көп адам тек жүгіріп жүр. Қозғалыс бар, бірақ бағыт жоқ. Асығыс бар, бірақ тыныштық жоқ. Неге бай, табысты адамдар бір сәттен кейін салыстыруды тоқтатады? Өйткені олар бір нәрсені түсінеді. Салыстыру энергияны жейді, ал фокус энергияны көбейтеді. Біреу үй алды, ол да асықты. Біреу бизнес ашты, ол да түсінбесе де кірді. Біреу жақсы табыс табады, ол да жек көретін жұмысқа жабысты. Сыртынан қарасан бәрі дұрыс сияқты. Ішінен қарасан тыныштық жоқ. Өйткені адам күнде бір нәрсені жоғалтып жүр. Өзін. Стив Джобстың сөзі дәл осы жағдайға арналған. Сенің уақытың шектеулі. Оны біреудің өмірін өмір сүруге жұмсама. Бұл жай әдемі цитата емес, бұл ескерту. Сен біреудің өмірін көшірген сайын, өзіңнің өмірін өтіп бара жатыр. Салыстыру өздігінен өсірмейді. Ол тек дұрыс пайдалансан ғана пайда әкеледі. Егер сен біреуге қарап, мен одан кеммін десең, сен өспейсің. Сен іштен жей бастайсың. Ал егер сен ол мұны қалай істеді деп сұрасаң, сен үйрене бастайсың. Сондықтан нәтижеге емес, процеске қара. Өз өміріне емес, өз бағытыңа назар аудар. Салыстыру сенімнің үнсіз жауы. Ол сенің ішкі даусыңды бәсеңдетеді. Өзіңе деген сенімсіздік көбіне сырттан емес, дәл осы салыстырудан туады. Сен өзіңде емес, біреудің монтажын көріп жүресің. Салыстыруды тоқтат, өз жолыңды таңда. Дәл сол күні бәрі өзгере бастайды.